Ассалаумағалейкум, Алматы арнасының көрермендері. Армысыздар, Ару қаламыздың қыз жігіттері. Эфирде әдеттегідей жастар қаласы бағдарламасы. Сіздермен бірге Серікқазы Аязбаев және менің әріптесім Мөлдір Байбуринова. Құрметті көрермендер, сіздер бүгін Алматыда болып жатқан қызықты іс-шаралармен, сонымен қатар талантты жастармен танысатын боласыздар. Серікқазы, сен өзің қандай талант иесімен танысып қайттың? Мен бүгін ұлттық аспанымызды ұлықтап жүрген шебер жайлы айтатын боламын. Ал сен? Мен кербез сұлулардың керемет сөмкесінің қалай дайындалатынын біліп қайттым. Сонымен қатар, құрметті көрермендер, Астана күнін алматылықтар қалай тойлап жатыр? Сонымен де бөлісетін боламыз. Солай емес пе, Серікқазы? Әрине, олай болса не тұрыс? Алматы мен Астана дәл осылай аталатын ауқымды шара елорданың төл мерекесіне арналған. Бас қаламыздың туған күнін тойлауда Алатау баурайындағы жастар да қалыс қалып жатқан жоқ. Ал іс-шараға мұрындық болған Алматы қаласы жастар саясатын дамыту мемлекеттік қора. Бүгінгі күні Астана десе біздің есімізге Астана Экспо 2017 көрмесі түседі. Яғни бүгін бізде де көрме болып жатыр. Ол көрмеде біздің демалыс орталықтарының жас жаңағы тәрбиеленушілерінің өз қолдарымен жасаған суреттері және де қазақи салтты, өзіміздің әдет ғұрпымызды дәріптейтін жаңағы ой өрнекпен әспеттелген тамаша бұйымдар қойылған. Бұның барлығын біз өзіміздің елордамыз Астана күніне арнаймыз. Қараңыздар, құрметті көрермендер, бұл жерде Астана күніне арналған керемет концертпен қоса, 10 саусағынан бал тамған өнерлі жастарымыздың қолөнер бұйымдары да сатылымға шығарылған екен. Маған мына жерде браслет ұнап тұр, әртүрлі есіммен тапсырыс беріп жасаса болады екен. Мен Мөлдір деген есіммен тапсырыс беріп кеттім. Әзірге мына әдемі бұйымды тақсам. Ой. Жарасатын сияқты ма? Құрметті көрермендер, әлі талай қызықтарға куә боласыздар. Біздің бағдарламадан алыстамаңыздар. Я, бұл жерде әртүрлі қолдан жасалған туындылар да жетерлік. Аула клубы жеткіншектерінің қолынан туындаған әдемі әшекейлер де көздің жауын алады. Қолөнер шеберлерімен қатар мерекелік көңіл күйде мұң бұралған бишілер де бір көтеріп тастады. Аула клубтары жетекшілерінің шәкірттері Астананың туған күніне орай түрлі тартуларын даярлай келген. Бүгін бізде каждый осы 40 клубтың ішінде 15-20 баладан кеп әкеліп осы массовка жасау керек, мақсатымыз сол да біздіңше. Жастарды тек қана жақсы болашақта жақсы жарқын өмір сүруге тәрбиелеу. Елордамыздың төл мерекесіне мұң бұралған бишілеріміз де өзіндік үлесін қосып жатыр екен. Қыздар, топ қалай аталады? Біздің тобымыздың аты Болашақ клубы деп аталады. Болашақтың қыздары бүгін Астана күніне орай қандай тарту әзірлеп келді екен? Біз Астана күніне орай біз мақтаншы қыз биін арнап келдік. Дәл қазір онда болса сіздердің билеріңізді тамашалайық. Мархабат, сәттілік қыздар. Сондай-ақ мерекелік шарада сумоншақ өнерінің хас шеберлері де арнайы келген. Ашық алаңқайда көрмеге әкелінген түрлі картиналар мен портреттер көздің жауын алады. Жалпы бисер ертеде кеңінен тарап, танылып келе жатқан халық шығармашылығының және түрлі әшекейлерді жасаудың бір түрі. Мәселен, мына Ақмарал есімді ару сумоншақ өнерін жастайынан меңгеріп, түрлі додаларда топ жарған. Тіпті талантты қыз жеткіншектерге дәріс беріп, бисер өнерінің қыр-сырын тегін үйретіп жүр. Ақмарал ханым, өзіңіз бұл өнердің қаншалықты қиын екенін айтып өтсеңіз. Бұл өте қиын, күрделі жұмыстар, өйткені адамнан өте деген еңбекқорлықты талап ететін жұмыстар. Өйткені бұл адам осы мұсылманшақтан суреттер жасағысы келсе, оның деген талабы, ниеті болу керек біріншіден. Бұл жұмыстар бір күнде жасалатын жұмыс емес. Ол картинаға байланысты, егер де картина үлкен болса, ол бір айдай, бір жылдай алады.
саксофонды жанына серік еткен өнерпаз бүгін Астана күнінің құрметіне орай өзінің тартуын ала келген екен, иә? Қалай көңіл күй, қандай тартуын ала келдің бүгінгі кешке? Көңіл күй өте керемет. Бүгін осы мерекеге көңілді әнімді саксофонмен тарту еттім. Көңілді шығарма. Баршаңызды Астана күнімен шын жүректен құттықтаймын. Ашық аспан астында мерекелік шараны тамашалауға келген қала жастарының қарасы көп-ақ. Әсем әннің құшағында тербеліп, мың бұралған бишілердің өнерінен тәнті болған халықтың көңіл күйі де керемет. Сәлеметсіз, көңіл күйіңіз қалай тойлап жатсыз мереке? Көңіл күйім өте керемет, мереке жақсы өтіп жатыр. Осыны ұйымдастырып отырған ұйымдастырушыларға көп рахмет. Және де бұл жердегі өнерпаздар өте жақсы өнерлерін көрсетіп жатыр. Өзім биші болғандықтан өзім де билеп келіп жатыр әрине. Және де осы жерде көрсеткен қолөнерге және де өте жақсы тәнтімін. Елордамыз көркейіп, қанат жайып келеді. Қазақ елін әлемге танытқан Астана әлемдегі үздік қалалар қатарында. Елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы көрегенді саясаттың арқасында Астанада биыл Экспо 2017 көрмесі өтуде. Қазақстанның саяси аренадағы абыройын арттырған айтулы оқиға болды. Көрме өте жоғары деңгейде өтуде. Қазақстанды әлем таныды, білді, мойындады. Ендеше мереке құтты болсын, достар! Қашанда саған іңкәр менің жаным, жастықтың жалауы бол сен Астана. Құрметті көрермендер, сіздерге тоқыма өнері қызық па? Менің ойымша, білмейтін адамға өте қызық. Ендеше біз өзінің хас шебері Жаңыл Махмұтқызында қонақтамыз. Әжелерімізден қалған әсем өнердің қыр-сырына үңіліп көрелік. Сәлеметсіз бе, Жаңыл ханым? Сәлеметсіз бе. Сіз қазір қандай іспен айналысып отырсыз? Сумка тоқып отырмын, арнайы тапсырыс берген, сол сумканы тоқып жатырмын. Тоқу өнері қазақ халқының ежелден келе жатқан ең алғаш киімі мен үй жабдығының негізі болған қадірменді өнер. Бұл тамаша кәсіп тұрмыспен бірге ұласа дамып, одан сайын жетіліп, адамдарды сұлулыққа жетелеуде. Ертеде аналарымыз жүн тұтып ұршық ерген. Уақыт өте келе бұл өнердің заманауи нұсқасын бүгінгі ұрпақ дәріптеуде. Жаңыл ханым, бұрын әжелеріміз жүнді еріп тұрып әдемі жіптен тоқитын. Сіздің жібіңіз де ерекше екен. Қайдан аласыз? Қандай жіп? Жалпы матасы қандай? Дұрыс айтасыз, бұл басқа жіп, бұл жаңадан шыққан трикотажный жіп деп аталады. Құрамы 100% мақтадан жасалады. Көріп тұрғаныңызда өте қалың, яғни сумкаға, люлькаға бұл өте мықты, жууға болатын жіптен тоқимыз. Өте бір төзімділікті, уақытты, шыдамдылықты қажет ететін жұмыс екен. Көп уақыт керек па үйрену үшін? Мен де үйренгім келіп кетті сізді көріп. Енді ниетіңіз болса, әрине үйренесіз. Қатты қиын деп айтпаймын. Мүмкін байқап көреміз, маған қыр-сырын мүмкін үйретіп жіберерсіз. Көрейік. Бұл бикеш жастайынан тоқыма өнерімен сусындап өскен. Қазір аталмыш кәсіпті дөңгелеткен ол жұмысына ерекше зейін қойып өзіндік нақышта сәндейді, яғни дизайнында үйлестіре біледі. Ағымдағы жылда трендке айналған сөмкелерді шебер 2-3 сағатта тоқып бітіреді, ал үлкенін жасау үшін 5-6 сағат уақыт керек екен. Аз ғана мерзім ішінде мен де кішкентай сөмкені үйреніп, іске кірісіп кеттім. Бұл да бір өнер тоқуда, ал оны әр түрлі түстерді үйлестіре білуде өнер. Сіз дизайнын өзіңіз жасайсыз ба, әлде дизайнеріңіз бар ма?
Жоқ, дизайн модельдерін бәрін өзім жасаймын. Кейде мысалы алдын ала сызбамен жасаймын. Кейде уже тоқып отырып, мысалы қазір тоқып отырып, мына жерге мысалы тағы бір түсті қоссам қалай болады екен деп тоқып мысалы өзіңіз үйлестіре білесіз бе? Иә. Бұл кәсіппен айналысқан адам жеке басына аса қажетті нәрсені жасау үшін тоқымайды. Осы тоқу үстіндегі түрлі түсті бояулар әлемінің үйлесімділігін, алуан түрлі сән үлгілерін таңдап, түрлі тоқу әдістерін меңгеруі адамның талғамын, шеберлігін, ой-өрісін жетілдіріп, көркемдікті сезіну қабілетін дамытады. Жақсы Жаңыл ханым, сіз жұмыс барысымен таныстырдыңыз, енді дайын сөмкелеріңізбен таныстырып жүрсеңіз, нұр үстіне нұр болар еді. Ең алдымен осы люлькамен таныстырғым келіп тұр. Баланы жатқызатын, кішкентай нәрестені жаңа туылған 2-3 айына дейін осы баланы жатқызса болады, міне, үстіп көтеріп. Пляжға ұстайтын сумкаларға тапсырыс береді, міне. Көрдіңіздер, түсі де ашық, өзі күн сияқты жарқырап тұр. Және де жаңа осындай модельдер жақында ойлап шығардым. Кожамен, былғарынан жасалған, міне табаны. Жас қыздардың көбі осындай модельдерге тапсырыс беретін шығар, е? Иә, қазір осы сумка, мешок, немесе торба деп атайды осыны. Осы сумкалар қазір модада шығып жатыр. Сондықтан осы қыздар көбінесе осындай модельдерге тапсырыс береді. Байқадыңыздар ма, құрметті көрермендер, Ару қаламыз Алматыда талантты жастар өте көп. Міне Жаңыл ханымның арқасында мен де әдемі өнердің қыр-сырын үйреніп алдым. Ал Серікқазы қандай талант иесімен танысып жатыр екен? Сөз кезегін Серікқазыға берейік. Ол жігіт альпинист емес, алайда биік шыңды бағындырғысы келеді. Ол жігіт қарапайым болса да, қазақтың ұлттық аспаптарын насихаттауда аянбай тер төгіп жүр. Кім дейсіздер ғой? Дәл қазір айтамыз. Елжас Орынбасарұлы, жас болса да еңбекке ерте араласқан азамат. Бүгінде 25 жастағы жігіт қазақтың қара домбырасын, қоңырынды қобызын, шертермен ұрмалы, үрмелі аспаптарын және жетігенді жасауды жетік меңгерген. Музыкалық аспапты жасайтын шеберге музыкалық білім қаншалықты қажет? Музыкалық аспап жасайтын шеберге музыкалық білім өте қажет, себебі бұл кәдесей бұйым емес, бұл интерьер емес қоятын, бұл ойналатын аспап, ол оркестрға келу керек, оның құлақ күйі келтіру керек, сондықтан оның музыкалық несін сезуің керексің. Сондықтан ол музыкалық білім әрине қажет. Кез келген қобыз жасасаң да, жетіген жасасаң да, домбыра жасасаң да, тапсырыс қабылдаған кезде де мысалға маған осындай дыбыста, қоңыр дыбыста керек еді, тенор дыбыста керек, баритон дыбыста домбыра керек деген сияқты талаптарға сай, сол дыбыстарды шығару үшін бірінші өзің сол дыбыстарды білуің керексің. Кез келген музыкалық аспаптар шырша немесе қарағайдан жасалады екен. Алайда шеберлер таңдауда тегін емес болып шықты. Өйткені аталған ағаштардың дыбыс өткізгіштік қасиеті жоғары көрінеді. Және сөз барысында аспаптарды баритон, тенорды бөліп, тапсырыс берушілердің талабын орындайды екенсіңдер. Жалпы қалай анықтайсыңдар ағашты, аспапты? Жаңа тенор, баритон деген дыбысты анықтау үшін бет тақтайды дайындаған кезде бет тақтайдың жұмсалығы, қаттылығына және оның тығыздығына, текстурасына қарай және серіппелеріне байланысты ағаштардың бір-біріне деген байланыс арқылы ол дыбыстарды анықтап қоямыз. Біздің түсірілім тобы барғанда өнерлі жігіттің шеберханасында жұмыс қызу жүріп жатыр екен. Ұлттық аспаптарды ұлықтап жүрген Елжас бұл жолы қара домбыраны жасау процесімен таныстырды. Дәл қазір бізде бірінші домбыраның кеудесі құрастырылған. Бұл 48-ші өлшемді тенор домбыра. Тенор домбыраның бұл жерде жаңағыдай мойыны бөлек ағаштан құрастырып жасалған, басты салынған және шанағы қайың ағашынан мойын жапсырмасы. Бұл мойын құрастырғанда мойыны жаңа ары-бері ойнап кетпес үшін, майыспас үшін ортасына қоспа салынады. Қоспа қатты ағаштан болады. Келесі технологиялық процесс, бұны бетін жауып, содан кейін ары қарай тазалау, өңдеу процесс кетеді.
Шебердің сөзіне сенсек, жұмысы сәтті болса, бір домбыраны 3-4 күнде дайындайтын көрінеді. Алайда кейбір тапсырыс берушілердің аспаптарды айлап күтуіне тура келеді екен. Көбінесе уақыт ағаш кептіруге кетеді, өйткені ағаш кепкен ағаштан жасалу керек. Себебі су ағаштан дауыста шықпайды, ол кейін ол майысып кетуі де мүмкін. Сондықтан ең күрделі процесс бізде музыкалық аспаптар жасауда ол ағаштың кебуі. Ағашты таңдай білу керек, оны кебу керек, сол үшін көп уақыт соған кетеді. Соңғы 8 жылын аталмыш салаға арнаған Елжас осы мерзім ішінде шәкірттер тәрбиелеп, жас өрендерге тәлім беріп үлгерген. Сондай-ақ 25 жастағы шебер ұлттық аспаптарды саудаға салып, қалтасын қалыңдатуға құлықты емес. Өйткені өнерді өмірімде бұққан жігіт жүрегінің қалауына бағынып келеді. Хобби десе дұрыс болатын шығар. Өйткені мен қазір бұрын ұстаз болып жұмыс істедім, қазір өзім студентпін. Соны бос уақытымда жаңа демалыс күндері шеберханада жасап жүрмін. Енді ары қарай жасаған нәрсең ол өтімді болу үшін дұрыс нәрсе жасайсың, сосын сұраныс сұрайды, соны сатасың деген сияқты. Уақытының басым бөлігін шеберханада өткізетін Елжастың жетістіктері де жетерлік. Халықаралық және республикалық байқауларда бақ сынаған жігіттің өнер додаларында қанжығасы талай мәрте майланған. Жетістіктердің ішінде ең маған жақыны және алғашқысы десе де болады. Осы бүкіл домбыра байқауынан Қалақ домбыра сыйлығының статуэткасы Атырау қаласында 2013 жылы. Екі шектің бірін қатты, бірін сәл-пәл кем бұра. Нағыз қазақ қазақ емес, нағыз қазақ домбыра. Бұл жолы талантты жігіт тағы бір аспаптың тұсауын кесті. Қысқа мерзім ішінде дайындалған қара домбыраның құлақ күйін келтіріп, ал тексеріп көрелік. Құрметті көрермендер, міне бірнеше күнгі жұмыстың нәтижесін көрдік. Мен өзіме көптеген мағлұматтар алдым және сіздердің де бір кәделеріңізге жарар деген ойдамын. Біз бағдарламамызды әрмен қарай жалғастырамыз. Алыстамаңыздар. Есентай Music Festival бұл шара алматылық жастардың бас қосар алаңына айналғалы қашан. Әр апта сайын мегаполис тұрғындары дәл осы жерге жиналып, отандық шоу-бизнес өкілдерінің ән кешін тамашалайды. Сондай-ақ демалыс күндерін ашық аспан астындағы музыкалық фестивальдің аясында өткізуді жоспарлаған шаһар жастарының санында шек жоқ. Араға апта салып оңтүстік Астанадағы қыз жігіттердің көңілін көтеруге бұл жолы Вианегры тобы арнайы келіпті. Топ репертуарына түрлі тректерді тоғыстырған аталмыш ұжым өз тыңдармандарына қазақ әндермен қатар шетелдік туындыларды да тарту етті. Әртүрлі жанрда ән салатын вокалды аспаптық ансамбль бұл шараға ұзақ уақыт дайындалғандарын айтады. Негізінде біздің топ барлық жанрда орындай береді. Соның ішінде біз орысшада, қазақшада және де ағылшыншада барлық жанрды ауқымды бүгін орындап шықтық. Бүгін енді музыкалық фестивальдің аясында ашық аспан астында қанша ән орындадыңыздар, қанша ән дайындап келдіңіздер, сол айтыңызшы. Жалпы бүгін 10 шақты ән орындалды. Бәріне ұнаған сияқты, бәріне жақсы көңіл күй сыйлай алдық деп ойлаймыз біз. Сүйерім дала, сені іздедім мен, сені ғана, ол менен қала, талап тек адамға, тілеген іздедім, табылама, сен жоқсың, іздемейсің, сен жоқсың.
Қара нәсілділердің атын жамылған аталмыш ансамбльдің шағын концертін әрмен қарай доминолықтар жалғастырды. Аталмыш дуэттің ән кеші нағыз ностальгияға толы. Олай деуімізге де өзіндік себеп бар. Осыдан 10 жыл бұрын жарыққа шыққан Айым-ай әнімен қайта қауышқан қыз жігіттер бидің түбін түсірді. Алматылық жастарға әуезді әндермен әсерлі кешті тарту еткен Домино тобына тыңдармандардың құрмет қошеметі де ерекше. Кумирмен кездескен қыз жігіттер әдеттегідей суретке түсіп, Закир мен Шолпанмен қимай-қимай қоштасты. Құрметті көрермендер, Домино тобы дәл қазір менің жанымда. Бүгін ерекше ностальгияға толы кеш болған сияқты. Әрине. Қанша уақыт дайындалдыңыздар? Өте көп уақыт дайындаламыз әр выступлениямызға, сондықтан осыда выступленияға көп уақыт дайындалып, әндерімізді жазып, кішкене репетиция қылып дегендей. Бірнеше күн дайындалып. Бұрынғы хиттер орындалды, тыңдарман қалай қабыл алды, сағынып қалған сияқты. Әрине, осы әндерімізді көп болды, Алматыда айтылмай кеткен. Сондықтан біздің тыңдармандарымыз өте қуанып, бізге сондай энергия беріп, барлығы тамаша шықты деп ойлаймын. Музыкалық фестиваль аясында ән салған жұлдыздар тың тректердің тұсауын кесіп, тыңдармандарына тосын сый жасаса, ұзақ уақыт үзілістен кейін хит әндермен қайта қауышқан қала жастарының да қуанышында шек жоқ. Құрметті көрермендер, көңіл күй бүгін керемет, ашық аспан астында керемет кеш өткізу үстіндеміз. Қазір көрермендеріміздің көңіл күйін біліп көрейік. Көңіл күйіңіз қалай? Көңіл күй керемет. Бүгінгі кешкі серуен өте жақсы өтіп жатыр. Осындай концерттерге көбірек келу керек, Алматы тұрғындарына негізі. Сіз бұл жерге аяқ астынан тап болдыңыз ба, әлде жоспарлап келдіңіз бе? Негізі жоспарлап келгем. Көңіл күйім өте керемет, концерт өте керемет өтіп жатыр. Негізі жастарға осындай керемет концертте өтіп тұрғаны дұрыс. Себебі адамның көңіл күйін көтереді, ол және бізге де өте керек. Керемет өтіп жатыр. Көңіл күйлеріңіз қалай? Керемет. Осындай концерттер жиі болып тұрса екен, көңіл күй керемет өтіп. Мен осы кештен тамаша әсер алудамын. Кешкі серуен керемет. Осындай концерттер көп болсын. Әр апта сайын дәстүрге айналған аталмыш шара жаз мезгілінің соңына дейін жалғаспақ. Алдағы уақытта да Алматы жұртшылығы отандық шоу-бизнес өкілдерінің концерттерін тамашалайтын болады. Құрметті көрермендер, осымен бізге берген уақыт өз мәресіне жетті. Араға апта салып қайта қауышатын боламыз. Әр жексенбі сайын біздің бағдарламаны күтіңіздер, әлі талай қызықтарды бөлісетін боламыз. Олай болса, сау болыңыздар.